факторлардың ықпал етуін түсіндіру. Экологиялық түркі жайттар тірі ағзаларға әсер ететін қоршаған орта жағдайларының кешені. Экологиялық факторлар абиотикалық, биотикалық, антропогендік болып үшке бөлінеді. Абиотикалық факторлар тірі организмдерге тікелей емес, жанама әсер ететін өлі табиғат факторлары. Оларға климаттық температура, ауа қысымы, жел ылғалдық, жарықтан тағы да басқа нәрселер түседі. Атмосфераның химикалық құрамы: топырақ эдификалық, географиялық, гидрогеалық және басқа да факторлар жатады. Ортаның абиотикалық факторлары: жарық пен температура, жер бедерлері, жел және ылғалдық жатады. Биотикалық фактор. Биотикалық факторлар ағзалардың тіршілік әрекетіне байланысты бір-біріне тигізетін сал алуан әсерлері жатады. Биотикалық фактордың абиотикалық фактордан айырмашылығы: мұнда әр түрге жататын ағзалар бір-біріне өзара және айналадағы ортаға әсерін тигізеді. Антропогендік фактор. Айнала қоршаған ортаға тигізетін адам баласы іс-әрекетінің тікелей немесе жанама әсері. Адам баласы өзінің материалдық игілігі үшін табиғат байлықтарын игеруге мәжбүр болады. Назар салып тыңдағандар